Жақсы оқушылар, оқу құралдарымыз шығарылы болса, қазақ тілі пәнін бастайық. Сабағымызды бастайық. Бірінші қазір барлығымыз бірінші бата туралы сіздерден сұрағым келіп тұр. Бата дегеніміз не, оқушылар? Батаны кімнен аламыз біз? Ақерке, батаны кімнен аламыз? Батаны өзі үлкен қариялардан аламыз. Қай уақытта аламыз батаны? Батаны кетіп жатқан кезде жолымыз ашық болсын. Керемет, өте жақсы. Сосын айдың қай уақытта аласың тағы батаны? Тамақ ішіп болғасын аламыз. Керемет, өте жақсы. Айдана тағы да не үшін аламыз? Жақсы, тағы бар ма? Қай уақытта батаны алатынымыз? Алыс жол жүретін кезде аламын дейді. Керемет, тағы да айтатын бар ма ойларың? Яғни батаның үлкен көпті көрген қариялардан, ата әжелерімізден алады екенбіз, да? Бүгін біз Абай атамыздан бата алғымыз келіп тұр. Яғни біздің бүгінгі сабағымызға рухани демеу болсын, жақсы энергиямен сабағымызды бастау үшін Абай атадан бата алғымыз келіп тұр. Абайды білеміз бе, балалар? Абай деген кім ол? Ұлы ақын, ойшыл, ағартушы. Бұл қазақтың мәдениетіне де, әдебиетіне де үлкен үлес қосқан тұлға. Сондықтан да қазір Абай атамыздан бата алып сабағымызды бастайық. Айналайын балақай. Алақам жай. Зейіндерің күндей ашылсын, ойларың теңіздей терең болсын. Ақыл қалталарың білімге толып, көңіл көкжиегің кеңей берсін. Талабың тау ассын, еңбегің елге шапағат шашсын. Жарық күндей нұрлы болыңдар. Жақсылықтарыңа жұртың сүйсінер болсын. Әумин. Оқушылар, енді ары қарай осыған дейінгі өтілген тақырыптарға шолу жасайық, қайталайық. Қазір вордбол әдісі арқылы азғантай ойын ойнап жіберейік. Жақсы, біздер өтілген тақырыптан кім жауап береді сұраққа? Жақсы, әділет келе ғой. Антоним дегеніміз не? Өте жақсы, керемет. Дұрыс қой, балалар? Так, келесі сұрақ. Бізде антоним сөзді енді табу керек, ережеге сай. Нұрқанат, жақсы, келе ғой. Оқи ғой, қай сөз екен? Өте жақсы, жарайсың, керемет. Келесі сөзіміз, сұрағымыз, синоним дегеніміз не? Так, Ырысбек келе ғой, синоним дегеніміз не екен? Бізге түсіндір жібере ғой. Келесі. Өте жақсы, керемет. Келесі сұрақ. Енді біз синоним сөзі табуымыз керек. Кәне кім жауап береді? Кәне Марғұлан келе ғой. Қайсы синоним сөз қайсысы екен бізге оқып бере ғой. Өте жақсы. Дұрыс қоя, балалар. Керемет. Келесі сұрақ. Бізде амоним дегеніміз не? Кәне кім айтады? Кәне, Аяжан, келе ғой. Амоним дегеніміз не? Керемет. Өте жақсы. Молодец, жарайсыңдар. Келесі, енді біз түбір сөз дегеніміз не? Бұл өтілген тақырыбымыз кешегі. Кәне, кім жауап береді? Кәне, кім білгісі өтті? Нұрислам келіп қарыш. Нұрислам жауап беріп көрсін. Жылдам келе ғой. Мағыналы бөлігі. Керемет. Жарайсың, өте жақсы. Енді біздегі сұрақ келесі қосымша дегеніміз не? Кәне, кім білет қаншайым келе ғой? Қосымша дегеніміз не? Келе ғой. Мағынасы бола ма қосымшаның? Жоқ, болмайды, дұрыс айтасың. Ол неге жалғанып тұрады? Қара ғой, қайсысы дұрыс жауап деп тұр.
Керемет. Даусын қатты шығарып айтшы, қаншайым. Өте жақсы жарайсың. Керемет. Келесі сұрағымыз біздің қосымша жеке тұрғанда мағына бере ала ма? Так, Аруназ. Көрейік, Аруназды көрейік. Мағына бере алмайды. Керемет, жарайсың, өте жақсы. Так, соңғы сұрақ бізде дала сөзінің түбірін табуымыз қажет. Нұрайым келе ғой. Дала сөзінің түбірі қайсы екен таба ғой бізде. Өте жақсы, керемет. Керемет оқушылар. Барлық сұраққа түгел дұрыс жауап бердік. Өте жақсы жарайсыздар. Келесі бізде оқушылар Мюстенберг әдісі арқылы мына жерде жасанып тұрған сөздерді тауып көрейік, оқиық түгел. Мұқият. Қандай сөздер біз жерде жасырынған? Түбірмен қосымша. Яғни біз қандай тарау бойынша танысып жатырмыз? Дені саудың жаны сау тарау бойынша өтіп жатырмыз. Бүгін 70-ші сабаққа келіп тұрмыз. Түбірмен қосымша тақырыбының 3-ші сағатына келіп тұрмыз. Дәптерімізді ашайықта, тап-таза әдемі етіп, күннің тақырыбын жазайық, күннің жадын жазып. Дүзу отырайық, оқушылар. Дәптермен арақашықтық сақтайық, көзіміздің арақашықтығын таза әдемі етіп жазайық. Болдық па оқушылар? Қаламсаптарымызды қояйық. Болған оқушыларды көріп отырайын. Жақсы, енді келесі бізде 36-шы, бізде бүгінгі енді сабағымыздың мақсатын таныстырып жіберейін. Мақсатына қойып жібер. Бүгін түбір мен қосымшаны ажырата алуымыз қажет, және мәтін мазмұны бойынша сұрақтарды құрастыра білуіміз керек. Оларға жауап бере білуіміз керек, Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осылай. Келесі бізде 36-шы жаттығуға көшейік. 36-шы жаттығуды ашайықта оқушылар танысайық. Қандай не істеу қажет? Шартына оқиық. Тоқтай тұр. Ақжарқын дауысын қатты шығарып оқиғы. Жоқ, шартын оқиғы. Не істеуіміз қажет бұл жаттығуды? Келесі. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Мәтінге ат қой. Компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбында топта талқылауға қатыс. Түсінікті ғой, оқушылар? Оқушылар, сіздердің қолдарыңа бағалау парақтары бар ғой, таратылып қойылды қастарыңа. Сол бойынша мына тақтада дескрипторлар тұр ғой. Білеміз ғой, қалай жұмыс жасау керек. Барлығымыз өзіміз білетін сұрақтарымыз бойынша сұраққа жауап берген кездерде белгілеп отыруды ұмытпайық, балалар. Осы бойынша бағаланасыздар. Мұқият қарап отырамыз. Әр тапсырманы орындаған сайын топ басшылары қадағалаймыз. Жақсы ма? Жақсы, енді 36-шы жаттығуда мәтінді түсініп оқиық дейді. Барлығымыз оқиық. Дауысымыз шығарып оқиық. Түсініп. Жақсы, оқып болдық қой, оқушылар? Түсіндік па мәтінге? Жақсы.
Олай болса, кім? Фатима, тағы да даусың шығарып бір оқып жібере ғой мәтінді. Менің інім компьютерден әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерде емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауылдардағы балаларды жинап футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Балдырған журналынан. Керемет, өте жақсы. Жарайсың, Фатима. Жақсы, енді оқушылар, осы мәтінді біз түсініп оқың деген тапсырманы орындадық. Енді келесі біз не істеуіміз керек? Осы мәтін бойынша бір-бірімізге сұрақ қоя білуіміз керек, иә? Мәтін түсінікті ғой, кім жайлы? Кім жайлы? Ағасы мен інісі жайлы. Інісі не болған дейді? Компьютерге әуестеніп алған дейді, да? Оны ағасы не істегісі келді? Оны тәуелділіктен арылтып, оны неге баулығысы келді? Спортқа, яғни баулығысы келді. Жақсы, өте жақсы. Бізде тақтада да тұр, міне мәтін сұрақ қоятын болсақ, қол көтеріп. Біз яғни міне мәтінді түсініп оқыдық, барлығымыз бір пайда алып аламыз түгіл. Келесі мәтін мазмұны бойынша кім сұрақ қояды, кім жауап береді, соның барлығы бір пай алады. Және мәтінге ат қойған оқушылар тағы да бір пай алады. Бірінші мәтінге ат қойып қарайық. Қол көтереміз, мәтінге кім ат қойғысы келіп отыр? Так, Ахметке қойып қара. Компьютер мен спорт өте жақсы, керемет. Айсұлтан? Спорттың пайдасы. Нұрқанат бар ма жауап? Қандай ат қойғың? Компьютердің зияны. Керемет, өте жақсы. Айбөбек? Інісі мен ағасы. Керемет, өте жақсы. Айдана? Айырмашылығы дейді. Керемет, өте жақсы. Мағжан? Зияны. Тағы бар ма? Тағы бар ма ат? Спорттың пайдасы. О, керемет, тағы да. Ағасы інісіне не істеп жатыр ол? Не деп қойғы? Ағасының інісіне деген қамқорлығы немесе не деп қойға да болады? Қамқорлық деп қойға да болады. Керемет, өте жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Енді кім мәтінге ат қойды, солар түгіл бағалап аламыз өзіміздің бағамызды. Кім жаңа ат қойды? Нұрқанат, бәрімізде. Кім ат қойды? Сол кісілер барлығымыз оқушылар бағалап аламыз. Енді ары қарай келесі сұрақ қоямыз. Сұрақ қою айдарына көшеміз. Кім сұрақ қойғысы келіп отыр? Кім бал жинақысы келіп отыр? Жақсы ұпайлар жинақысы келіп отыр? Кәне. Так, қол көтеріп жауап береміз. Айбөбек. Керемет. Кім жауап береді? Достармен неге Нұрқанат ойнауды қойды? Орнымыздан тұрайық? Керемет, өте жақсы жауап. Бір балдан алып аламыз түгіл өзіміз. Так, кім сұрақ қойғысы келіп тұр? Кәне, жинақтаймыз, ойымызды жинақтаймыз. Ахмет қойып баршы. Ағасы оны спортқа қалай тартты? Керемет сұрақ. Так, кім жауап береді? Қалай баулады, қалай үйретті Нұрайым? Қалай тартты оны? Низатқа үйретті інісін? Далаға шығарып спортпен айналыстырды. О, керемет Нұрай. Очколар, ұпайларын жазып аламыз түгіл өзіміз. Тағы сұрақ. Әділет. Ағасы компьютерге әуес болмасын деп көзін қарауы. Көзін не істейді ол? Көзі көрмей қалды. Көрмей қалатын болғасын оған не істеді ол? Жаны ашытпайды. Бұл сұраққа тағы да жауап беріп жатыр. Тағы да керемет Әділет. Өзің ұпайыңды салып ал. Марғұлан сұрақ қоясың ба? Айта ғой. Інісі спортпен айналысты ма? Інісі спортқа тартқан кезде ол спортпен айналысты ма деген сұрақ. Кім жауап береді? Кім? Инабат. Қысқа жауап қабылданбайды, толық жауап. Інісі спортқа үйренді ма, футбол ойнауды? Шықты ма? Керемет, өте жақсы. Толық жауап беруге үйренейік, балалар. Ал Айдана сұрақ қояғы. Оның інісі команданың капитаны болды ма? Аймира. Оның інісі
Керемет, өте жақсы, жарайсың. Өте жақсы, керемет. Тағы жауап бермеген балалар бар ма? Тағы, Фатима. Ағасы інісі үшін неліктен қатты алаңдады? Керемет, сұрақ. Кәне кім жауап береді? Сұрағына кім жауап береді Фатиманың? Мағжан жауап беріп қарасын, ал Мағжан тұрма. Қадиша жауап бере қойшы, жақсы. Алаңдағаны өйткені Тұр. өйткені компьютерде қатты көп ойнау зиянды. Керемет, өте жақсы, жарайсыңдар. Бар ма сұрақтағы? Кім қойғысы келіп отыр? Мағжан қоя ғой сұрақ. Капитаны болды ма дейді, жақсы команданың. Нұрислам, інісі команданың капитаны болды ма? Толық жауап береміз. Інісі команданың өте жақсы, молодец, Нұрислам. Керемет, өте жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, болдық. Сұрақ, өте сұрақ. Керемет, сұрақ жауап болды. Енді қазір Аймектептің бейнебаянын тамашалайық. Қазір мұқият тыңдайық. Не істеп отырсың? Ғаламторда отырмын. Ғаламторда уақытты көп өткізуге болмайды. Анам не пайдалы ақпарат алу үшін ғана қосылу қажет деп айтып еді ғой. Иә, бірақ аз уақыт мультфильм қарауға да болады деген. Уақытты ғаламторда өткізгеннен гөрі далада таза ауада жаттығу жасап, денені сергіткен дұрыс деп ойлаймын. Неліктен ғаламторда отырып уақыт өткізуге болмайды? Адам уақытын өз денсаулығын күтуге, рухани жан дүниесін байытуға арнау керек. Уақытты босқа өткізу ең ауыр өкініш. Кейін өкініп қалуы мүмкін. Өйткені уақытты қайтару мүмкін емес. Қазір өмірді ғаламторсыз елестету қиын. Ғаламтордың пайдасы өте көп. Кітапханаға барып, том-том кітапты қопармай-ақ, оны ғаламтордан да табуға болады. Сонымен қатар, уақыт үнемдеу үшін коммуналдық төлемдер мен ақша аударымдарын ұзын-сонар кезекте тұрмай, үйде отырып, ғаламтор арқылы төлеуге болады. Әрине, бұл сөзіммен келісемін. Пайдалы тұстары сан алуан. Дегенмен, зиянды жағын да ескеру керек. Қаншама жасөспірім ғаламтор ойындарынан шыға алмай жүр. Одан бөлек, компьютерді шабадан пайдаланса, зиянды сәулелерге ұшырау қаупі бар. Мен бәрін түсініп тұрмын. Сенікі де дұрыс. Менің ғаламторда отырғаныма біраз болды. Денемді сергітіп, жаттығу жасағым келіп тұр. Бірге жаттығу жасайықшы. Жарай, өте жақсы. Жақсы. Түсіндік қой оқушылар? Жақсы. Енді қазір сонда бізде компьютердің балалар пайдасы бар ма екен? Зияны бар ма? Онда қазір пікірталас, бізде 3-ші тапсырмамыз соңғы пікірталас ұйымдастырып көрің депті. Мына ортадағы бірінші нұсқалар. Ортаға шығайық. Мына команда, бір команда болайық. Мына жақтағылар. Мына жаққа қарай шығайық, мына оқушылар. Бір-біріме қарама-қарсы тұрайық. Қарама-қарсы тұрайық. Жақсы. Енді менің оң қанат жағымдағы топтар сіздер компьютердің пайдасы туралы ұйымдасайық. Қандай пайдасы бар екен, ақылдасайық. Бір адам бірнеше жауап айтпай бір-бірімізбен. Сол қанатымдағылар топтар зияны туралы айтып, екі жақ өз қорғаймыз. Дайынбыз ба? Жақсы. Дайын болсақ, мына топтан кім жауап береді? Бірінші пайдасын айтамыз. Пайдасы. Кім айтады? Қатты ортаға шық. Қатты даусын шығарып айта ғой. Компьютерден табыс ала аласың. Керемет. Сіздер зияны? Керемет, айта бер. Пайдасы. Компьютерден жақын алыстағы туыстарыңмен бір-біріңмен сөйлесе аласыңдар. Керемет. Так, сіздер қалмаймыз. Компьютердің психикалық затында насырмайды. Жақсы, өте жақсы. Психикасына әсер етеді дейді адамның. Жақсы. Компьютермен өзге керек мәліметтерді ала аласың. Керемет. Ахмет. Егер алам компьютерді көп қайтымса, уақытты бостан бос өтпейді. Керемет. Нұрқанат. Қаттайшы. Дүкеннен сауда жасауға болады. Керемет. Айдана. Баланың логикасы жұмыс жасамай қалады. Дұрыс, зияны. Пайдасы. Компьютерді
алып молодец, керемет. Компьютерде көп отырсақ, еске сақтау қабілеті нашарлайды. Аха. Кім Айбөбек? Компьютерде ақша табуға болады. Керемет. Айдын. Компьютерде ұсақ отқаннан көзім шоқыр болып қалды. Дұрыс айтасың. Так, зияны бар екен. Компьютердің Так. пайдасы ол өзің білмеген және де керекті мәліметтеріңді тауып және де өзің шығарып ала аласың. Керемет. Так. Бар ма тағы жауап? Аймир айта ғой. Адамның өміріне қауіп төнуі мүмкін. Аха, так. Әділет. Телефонды көп 27-тен 4 қарасаң көзің көрмей қалуы мүмкін. Өте жақсы. Сонда енді тоқтам жасайық. Керемет. Айсұлтан, сен де айтқың келіп тұрмын, айтып жібере ғой. Компьютерде түнде зарядке Өміріңе қауіп төнуі мүмкін дейді. Бәрін де ескереміз ғой, оқушылар. Сонда тоқтамға келейік. Өте жақсы пікірталас болды. Екі топтан мықты екен. Болмай жатырмыз. Әлі сұрақ жауап бір-бірімізбен тайталасып жатырмыз. Керемет. Өте жақсы ойларыңызды жеткіздіңіздер. Сонда компьютердің пайдасы бар ма? Пайдасы өте көп екен да. Ал зияны бар ма? Зияны да бар. Сонда не істеуіміз қажет? Яғни өзінің белгілі бір уақытымен шектеулі қарауымыз керек. Оған біз тәуелді болмауымыз керек екен. Оның зиянын барлығын бейнебаяннан да, жаңа достарымыздан да естідік. Өте жақсы, орнымызға орналасайық. Керемет пікірталас болды. Барлық оқушы қатысты, пайдасы мен зияны тақырыбында топқа талқылаған оқушы түгел бір ұпай алып аламыз. Қатыспай қалған оқушы жоқ қоя, топ басшылары түгел бір балымызды алып аламыз. Келесі оқушылар біз енді топтық жұмысқа беріледі. Сіздерге мына жерден ортаға қарай жинала қояйық, Фатиманың қасына. Мұқият оқимыз, тапсырманы мұқият қадағалап орындаймыз ақылдасып. Екінші топ, мына жерде Айбөбектің қасына жинақтала қояйық. Анық көрінетін карандашпен жазайық. Үшінші топ, сіздерге семантикалық карта. Айдананың партасының қасына жақындай қояйық. Жақындай. Болдық па, дайынбыз ба? Дәлелдеуге дайынбыз ба? Міне жерде тұр ғой, міне. Бірінші топ түбір сөз табады, бір ұпай. Түбір сөздің сөз екенін дәлелдеу қажет. Дәлелдеу арқылы бір ұпай ала аласыңдар. Дәлелдемесеңдер бір ұпайдан ұтылып қаласыңдар, оқушылар. Қосымшаны табу керек, қосымша екенін дәлелдеуіміз қажет. Үшінші топ, қосымша түбір сөзді ажыратады, және қосымшаны ажыратады дейді. Так, тоқтатайық оқушылар. Болдық па? Болдық па? Так, бер қарап, тыңдаймыз. Үшінші топ, бола алмай жатырмыз ба? Жоқ, тұра тұрыңыз. Бір-бірден шығарайық. Енді түгел мұқият тыңдаймыз. Мына топты тыңдайық. Так, барлық кірістірдік па барлық топтағы оқушыларды? Керемет. Жақсы, оқушылар. Так, тыныштық сақтайық, сыйлайық қасымыздағы. Екінші топқа қосымша берілген екен, я? Сәйкестендіру керек, да? Қосымша дегеніміз бұл мақында бермейтін сөздер, мысалы баға, ет, Жалғыз өзің қорғайсың ба? Балаларға айтып бір шеш. Әділет, мынаның ішінде қосымшаларды айтып бере ғой, қайсысы? Қайсысы қосымша? Жақында бер қарай. Қайсысы қосымша? Көрсете ғой қосқаныңды. Айқайла, оқы. Орныңа тұр. Айдан оқы, келесі қосымша. Лер дейді. Олжас оқы. Әр тұр. Ш дейді. Нұрайым оқы. Лық дейді. Басқаларымыз қосымша жоқ дейді. Неге басқалар қосымша емес, кім талдап береді? Қай оқушы? Ағерке талдап бере аласың ба? Ағаш сөзі неге қосымша емес? Оны түбір сөз бе ағаш деген, әлде қосымша ма? Түбір сөз. Қалай түбір сөз? Себебі оның қосымшаның мағынасы бола ма? Болмайды. Ал бұл жерде ағаш деген сөздің мағынасы бар ма?
Бар ма? Ағаш деген не екенін білеміз бе? Білеміз ғой, мағынасы бар. Сондықтан ол қосымша ма, түбір сөз бе? Ағаш. Түбір сөз. Керемет, өте жақсы. Так. Айбөбек, ға деген қосымша дейді. Неге қосымша ол? өйткені ол бір Аха. өйткені ол қосымшалар Оның себебі оның себебі несі жоқ? мағынасы Дұрыс, мағынасы жоқ. Так, дер дегенде ол жас қосымша дейді. Неге қосымша ол? Себебі? Мағынасы бар ма дер дегеннің? Мағынасы жоқ. Сондықтан ол қосымша, да? Өте жақсы. Отыра қойың. Топ өте жақсы атсалысты. Келесі бірінші топ келе қойың. Бірінші топ тыңдайық. Жылдам шыға қойың, оқушылар. Қалғанымыз отырайық. О, керемет, жақсы. Нұрқанат ұста. Бір-бірден түгел кірістіреміз топтың барлығын. Так, сіздерге түбір сөз берілді, я? Аяшан, қайсысы түбір сөз берілген? Аспан, жақсы. Арунас? Жылқы. Кім? Оқи ғой. Нұрқанат. Дала. Келесі. Арыспек. Жылқы дейді. Керемет. Жақсы. Мағжан, неге бұлар түбір сөз? Мен қосымша деймін бұларды. Бұлар түбір сөз емес, бұлар қосымша десем, менімен келісесің бе? жоқ. Неге? Өйткені олардың мағыналы сөздер. Мағыналы сөздің және одан бөлінбейтін мағыналы жері дейді. Өте жақсы, керемет. Өте жақсы, отыра қойың. Керемет жауап. Так, келесі, үшінші топты қарайық. Қаламсапты бере ғой, Мағжан. Қаламсап қайт. Жақсы. Семантикалық сұрақтар. Аха. Ханшайым, ауылдар сөзінің түбірі қайсы? Ауыл қосымшасы бар. Теңізші сөзінің түбірі және қосымшасының жеткіш. Түбірі теңіз, қосымшасы шы. Дұрыс айтып жатыр ма? Балалар қарап отырамыз. Қате болса айтамыз. Хадиша, допты сөзінің түбірі мен қосымшасының жеткіш. Түбірі доп, қосымшасы т. Керемет. Қала, түбірі қала, қосымшасы. Өте жақсы. Топтың жауабы ұнап отыр ма балалар сіздерге? Топ басшысы мықты ма? Мықты екен топ басшысы, я? Өте жақсы. Так, түбірдің ережесін білетіміз бар ма осының ішінде? Ахмет білесің бе, айтып баршы? Түбір сөзі дегеніміз сөзі одан әрі туған бөлінбейтін бөлігі. Қандай жері? Мағыналы бөлігі. Мағыналы бөлігі. Өте жақсы, керемет. Жақсы. Ауыл дегенге кім сөйлем құрап бере алады маған? Қосымша тапсырма сіздерге бұл. Ауылды. Мен ауылда тұрамын. Керемет. Өте жақсы. Так, доп дегенге кім құрап береді? Мен допты типтім. Өте жақсы. Бұл командаға қошемет көрсетуге болады. Өте жақсы жауап. Молодец. Керемет. Өте жақсы. Отыра қойың. Так, мына жерде тағы да қосымша түбір сөз кімді қай топты кет түбір сөз? Бірінші топ па? Бірінші топ жылқы дегенге кім сөйлем құрап бере алады? Сөйлем құрап қарайықшы. Арунас? Мен доптыға шақты. Өте жақсы, керемет. Так, аспан деген тұр. Инабат. Бүгін бізде аспан ашық болып тұр. Қандай әдемі керемет жауаптар. Так, енді қосымшаға да екінші топқа да сұрақ қойып жіберейік. Қосымша бізде ағаш дегенге кім сөйлем құрап бере алады? Ағаш. Ағашты білеміз ғой барлығымыз, Айдын? Жақсы, керемет жауап. Енді бізде тағы да үй деген тұр. Үй. Нұрайым, үй. Керемет. Қандай ақылды менің балаларым, молодец, жарайсыңдар. Енді ары қарай оқушылар топтық жауаптардың түгел белгілеп аламыз. Бағаларını белгілеп аламыз. Өте жақсы қатыстық топқа. Түбір сөзді ажырата алды. Енді сәл шаршаған шығармыз, сергіп алайық. Орнымыздан тұрып. Бағалауымызды қойып алсақ, сергіп аламыз. Бұл бізде балалар оюды білеміз ғой, да? Ою біздің
қазақ халқының өзінің дәстүрінде бар нәрсе ғой да, өзіміздің қай жерде болады оюларымыз біздің? Ұлттық киімімізде болады, сосын көрпелерде болады, тағы қай жерде болады? Жастықтарда, кілемдерде де болады, киіз үйдің ішінде де болады. Өте жақсы, ағаш үйлерімізде де болады. Ал оюдың сіздер мағынасы бар екен білеміз бе? Әр оюдың қандай оюларды білеміз? Керемет, жарайсыңдар, біледі екенсіздер оюларды. Бұлар біздің мұрамыз, мәдени мұрамыз. Сондықтан әр оюдың өзінің мағынасы бар. Сондықтан қазір әдемілеп ұлттық қазір биімізді оюлар арқылы билейміз. Қошқар мүйіз оюы, әдемілеп қошқар мүйіз саламыз. Бұл байлықтың белгісі екен балалар, қошқар мүйіз. Қаз табан. Құс тұмсық оюы. Бітпес деген ою. Түйе табан төзімділіктің, мықтылықтың белгісін білдіреді бұда. Өте жақсы. Оқушылар сәл тергіп алсақ, енді демалайық, отырайық. Келесі тапсырма бізде жұптық жұмысқа кезек береміз. 37-ші жаттығуды ашып, шартымен танысайық. Бәріміз шартымен танысайық. Ақжарқын оқи ғой шартын. Ақжарқын, мана оқып бедің сен. Айдан оқи ғой. Шартын оқиық. Тарта. Біздерге екі баған берілген екен, оқушылар. Жұптасамыз. Біріншісінде сурет берілген, екіншісінде не берілген? Екінші бағанда сөздер беріліп тұр. Соны не істейміз? Байланыстырып жазамыз, Жылдам қарап, әдемілеп, орындай қояқ. Бұның дескрипторы да тақтада тұр, оқушылар. Дескрипторы қарайық, мұқият. Сурет атауына қосымша жалғай алсаңыздар, 1 ұпай аласыздар. Екі бағандағы сөздерді байланыстыра алсаңдар, тағы 1 ұпай. Жұптасып отырып, 2 ұпай аласыңдар. Кәне, мұқият орындайық. Болдық па? Жақсы, кім оқиды? Кім оқиды? Аймира оқи ғой. Керемет. Жақсы. Келесі екіншісін Айбөбек. Керемет. Мағжан. Арунас. Барлығымызда бар ма? Қате бар ма? Осылай ма барлығымызда? Барлығымыз. Өте жақсы, керемет. Онда осылай болса, балымызды салып аламыз түгел. 2 ұпай бал аламыз. Бұл жұптық жұмысы өте жақсы орындалған болса. Белгілеп алдық па? Бағалап алсақ, ұмытпай. Келесі жаттығуға көшеміз. Келесі 38-ші жаттығудың шартымен танысамыз, оқушылар. Бұл жеке жұмыс. Бұл жеке жұмыс. Қарадық па? Шартын? Мағжан, оқыш шартын. Қарамен жазылған сөздің. Жақсы, өте жақсы. Кәне түгел жаттайық. Кітапқа қараймыз түгел. Кітапқа қарап жаттайық, түгел оқып. Тыныс белгілеріне мән берейік, кәне. Дайынбыз ба? Так, жақсы шуламайық.
Кім дайын? Айбөбек айтып баршы. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып. Так, бірінші командадан бар ма айтатын? Топтан. Мен айтсам болады. Мағжан айтып бара. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылды, ойын бітті. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Жақсы, Қадиша айтып бара. Үшінші топтан. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Дойбышыны дойбышы өтті, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Керемет. Кімдер жаттады, қол көтерейікші? Кім жаттап үлгерді? Барлығым жаттап үлгердік па? Түгел немізді жаттаған оқушының барлығы бір ұпайымызды аламыз. Енді қарамен жазылған сөз бар ғой, соны дәптерге түгел көшірейік, әдемі қылып, тап-таза қылып. Сосын түбірмен қосымшасын ажыратамыз. Оны ажырата білген бала тағы да бір бала алады. Тақтаға Айдана мен Фатима шығайық. Бірінші дойбышыны Айдана жазайық. Тақтаға Борал. Дойбышы дегенді Фатима жазайық. Аха. Өте жақсы. Мына дегенде бұл да қосымша дейді. Дұрыс қой, оқушылар? Өте жақсы, керемет. Таза қылып өйстіп. Сіздерде қандай балалар? Өйстіп жасадық па? Талдауын. Керемет. Жақсы. Жазып болсақ, қаламсапты қойып отырамыз, жазып болғандар. Қаламсапты қойып отырайық. Біз жаңа айттық қой, тарауымызда қандай тарау? Біз тарауымыз неге байланысты, оқушылар? Неге байланысты тарауымыз өтіп атқан? Денсаулыққа байланысты, да? Біз бүгінде өтіп атқанымыз манағы шуға шомылу, парашют, бұлар да спорттың түрлері ғой, оқушылар. Компьютердің зиянын, пайдасын, спорттың пайдасы туралы көп мағлұмат алдық деп есептеймін. Жалпы спорттың көп пайдасын біліп отырмыз ғой, бізге қимыл қозғалыс көп керек екен. Бізде қазіргі таңда сол спортпен шұғылданып, мектебімізде, ауылымызда атақты адамдарды білеміз бе? Әлем чемпионы болған. Білеміз бе? Қол көтерейікші, кімдерді білеміз? Айдана. Төлебай Максим деген біздің дене шынықтыру пәнінен беретін мұғаліміміз бар, ол әлем чемпионы атағын алған, Тағы да бізде оқушыларымыз бар ма, Айдын? Есболат Рамазан ағамыз бар дейді. Аха, тағы Мағжан? Әдебиет деген жаңа оқушымыз бар дейді, Аймира? Самат қызы Құралай бар, тағы кім бар? Самат қызы Тілектес бар дейді. Біздің бірінші тұрған мынау Максим ағайымыз ғой, денеден беретін, Мынау жаңа айтып отқан Рамазан, әдебиет деген бұл ағаларың осы мектептегі оқушыларымыз әлем чемпионы атағын алған, Қандай қуанышты, да? Қандай бұлар біздің мақтанышымыз. Міне, мына егіз қыздар біздің мектептегі, да? Танимыз ғой барлығымыз, Бұлардың тіпті суреттері біздің үлкен нелерде тұр? Көшедегі плакаттардан көріп жүрміз бе? Бұлар басқа елге барып, біздің көк туымызды не істеген? Көкке көтеріп, әнұранын орындатқан біздің еліміздің патриот оқушылар десек те болады. Мақтанышымыз біздің ауданның, мектептің, тіпті біздің еліміздің, Қазақстанның мақтаныштары. Сондай болғымыз келе ме? Спортпен айналысып жүрген балалар бар ма арамызда? Өте жақсы, керемет. Олай болатын болса, енді сабағымызды қорытындылайық, оқушылар. Қорытындылайық. Сонымен бүгін біз қандай тақырыппен таныстық, оқушылар тағы да пысықтап? Тақырыбымыз бүгін түбірмен қосымшаны таныстық. Қазір барлығымыздан қорытындылап мен сұрап шығайын. Қай оқушы жақсы түсінді, жақсы түсінбеді? Бір мысал келтірейік. Бір сөзге ойлаймыз да, соған қосымша жалғап, маған шетімізден бәріміз айтып шығайық, Мағжан? Доп-допты. Адамдар. Қаттыч? Күнделікте. Достар. Керемет. Қатты айту керек өйстіп. Мұғалімде. Тақталар. Компьютер. Дұрыс. Керемет. Қалам
Қаланды. Күндер. Күн, күндер. Оқушылар. Дұрыс. Партаны. Дұрыс. Партаға. Тақталар. Тақталар. Шамда. Шамда. Дұрыс. Әліппеде. Дұрыс. Керемет. Суретшілер. Керемет. Барлығымыз түсінікті ғой, а? Түбірмен қосымша. Өте жақсы. Енді қазір сабағымыздан түсінбеген жеріміз болса, кері байланыс жасап жіберейік. Тақтаға шығып, барлығымыз шығайық та барып. Бірінші қатар шыға қойсын бірінші. Жылдам белгілеп алайық. Түсінсек, түсіндік, түсінбесек, түсінбедіңіз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақ қоюға болады. Екінші топ шығайық. Жылдам шыға қойық. Так, үшінші топ шыға берейік. Аха, іштен етпейтіне, басаймыз ғой. Енді осындай болады ғой арасында. Жақсы, міне бәріміздің де шамшырағымыз әдемі болып жанды, я, сабаққа жақсы түсінген екенбіз. Керемет оқушылар, сіздерге көп рахмет, өйстіп бүгінгі сабағымызға атсалысып қатысқандарыңа. Сөйлемей қалған бала бар ма, топ басшылары? Топ басшылар, барлық оқушы қатысты ма? Керемет, өте жақсы. Манағы бағалау парақтарыңызды қарайықшы, кім қанша бала алды? Аха. 9. Ең кім төмен алған кім? 16 па? Керемет. Марғұла неше алдың? 6. Өте жақсы, керемет. Сен, Аймира? 10 сен. 6 балда? Аха. Керемет, өте жақсы баға алдық. Түсінбеген жерлеріміз тағы да ертең өтіледі бұл тақырып, сондықтан ары қарай тағы да пысықтаймыз. Керемет оқушылар. Жарайсыңдар. Сабағымыз аяқталды.